Қимыл қылудан бұрын. Қанша махаббат сәтсіздігіне ұшырасаңыз да, ойбай әлгі баста махаббаттасып қойшал, телефонға сөйлессе де, былай боп өстіп кетеміз, О, қошалдықты ол дүниеде ешқандай нәрсе сізге бере алмайды ғой, махаббат кезіндегі. Сонан кейін махаббаттан соққыға ұшырағанда екі жүректі сызып, оған найза өткізіп, қан тамшылатып, ана бүйрек кабапқа бір кабапты зыққа өткізіп, чанчитын құсап, анандай көңілсіздікке ермей, өзіңізді көңілсіз қылмай, бұл өмірде өзін қуанта білген әйел, ең ақылды әйел. Бәрін айтта, бірін айт. Әрқандай уақытта жаңызы кәйшін өзіңізді қуантып, осы өзіңізге қуаныш сыйлай алған әйел ең бақытты әйел. Өйткені осы сіздегі денсаулық бүтін бәрі. Мына чапандарымды қалқым, 75-тен қимыл қып бердім, көріңіздер 85-ге шейін кие бересіздер. Әкеш жаным, мынандай фасоны бар. Міне, көрдіңіздер ме? Мына ішіндегі ансыр 45 бұлың-бұлың, мынаның және мейбайсы мында ереңгелді, қалқым, көрдіңіздер ме? Міне. Ерекше әдемі шыққан кеп болғанша таусылып кетіп жатыр. Міне, өнен кейін мына киіп алған сымымды айтайын, қалқым. Мына шапан 80-ге шейін сәнге киесіз, 75-тен қалқым, міне. Мына сапа, мынау. Бір жерге барып сіз Гүлсанадан 75-ге алдым демесеңіз, мынаны бір ешкім сізді бір 75-ге деп ойламайды. Өз басын біреу осындай киініп, әкешен жерде бір сөмкалардан былайынан асып, шөшен жүрген кезде чұқым кеудені тура былай көтеріп отырып, қарын ішке тартып тұрып жүресіз да. Мына мен жемфи болғанын көрдіңіздер ме, қыздар? Міне, әне күні мен Гуанчжудан келген кезімді ырсылдақ, мынаған түспейді. Мына 55-тен қалқыма 55-тен беретін құрым сөмкалары, көрдіңіздер? Сүйсейден бенді егесі өзі мынандай. Мынаны қаншадан жақсы көрдіңіздер, қалқым. Өнен көйін, мұнача әр уақыт өзін қуанта білу деп бағана айтып жатырмын. Көңілділік денсаулықтың қайнары. Әр қанша мықты, мысалы мен әлгі сіздерге қантолықтау жауһарын беріп жатырмын ғой, 65-ге 3 құты ішесіз, әйелі болсаңыз ішесіз, шаш түскен, әжім түскен, ұйқысыздық, тезгар тейген, бетіңізге тақ түскен, мазасыздық, осының бәріне не қылады деп өнген Аллах қауыңыз бірден тамшылап бар жоқ, осындай болып қалса, соның бәріне ерекше пайда деп. Осы нәрселерді мың жегеніңізбен көңіл күйіңіз, жүрегіңіз орнықты болмаса, бәрі бекер, қалқым. Мысалы әлгі жүректікі, анадәрі, мынадәрі деп ішесіздер. Жүрегіңізде тыныштық болмаса не пайдасы бар? Қантамыр деген нәрсе деп, жүріп бәрі нәрсе барады. Сізде көңілсіздік болмаса, қамырда дүзу жүрмейді, мен сізге айтайыншы. Сенбесеңіз, өзіңіз жиддилесіп бірдемеге бүйтіп тұрғанда өкіл садырыңшы, өкілде жүрмейді, мен сізге айтайын. Соған әрбір нәрседе жүректің тыныштығы бірінші. Мына чапан және бір реңін көрсетпейінші. Мен әңгім айтсам ғой, әмма тура менші әлгі екі ыстық, екі соқты тікті ғой. Қалдыңыз қалқым, міне.